1688 қосымшасына карта тіркеу үшін ең алдымен өзіңізге қажет тауардың ішіне кіресіз. Мысалы, мына осы тауардың ішіне кірдік. Купить батырмасын басасыз. Оның түрін, түсін таңдайтын боласыз өзіңізге қажет. Және де бір ескерте кететін жағдай, мына тауардың жоғары жағында бағасы көрсетілген. Соның жанында 1 деп тұр. Демек, бұл тауарды 1 штуктап ала бересіз. Кейбір тауарлардың жанында 2 деп көрсетілуі мүмкін. Яғни ол тауарды 2 штуктан алуыңыз қажет болады. Ал енді мына тауарды таңдадық. Таңдағаннан кейін оның размерін таңдайсыз. Ары қарай сатып алу батырмасын басасыз. Басқаннан кейін мына сізде осы парақша ашылады. Біріншіге өзіңіздің данныйларыңыз, яғни бағана толтырған мекен жайдың барлығы тұрады. Ал екіншіге сіз өзіңіздің алып кететін филиалыңызды таңдауыңыз қажет. Ол үшін мына самовызовтың астында пожалуйста, выберите адрес получения деп тұр. Осы батырманы басамыз да өзіңізге жақын филиалды таңдаймыз. Таңдау үшін ең алдымен облыс қала дегенді басып, Алматы қаласын таңдап, Алматы қаласының филиалдарымен танысып шықсаңыз болады. Мысалы, мына Алматы қаласындағы бірінші филиал маған жақын. Таңдау батырмасын бастым. Мен өзіме сәтті түрде филиалды таңдап алдым. Енді ары қарай төмен түсетін болсақ, мына астында оплата көк болып жанып тұр, яғни бұл Alipay-дің белгісі. Alipay-дің логосы тұр. Осыны картаға ауыстырамыз. Ол үшін осы Alipay-дің үстін басамыз. Басқаннан кейін астында мына юаньның белгісі тұр. Осыны басамыз. Ары қарай отправить заказ батырмасын басасыздар. Отправить заказ батырмасын басқаннан кейін мына добавить карту деген шықты. Яғни осы жерге сіз өзіңіздің кез келген картаңызды толтыра аласыз. Номер картыға картаңыздың алдындағы санды жазатын боласыз. Одан кейін екінші бағанға картаңыздың жарамдық мерзімі. Үшіншіге картаңыздың артындағы жасырын 3 таңбалы код. Және ең соңында картаның иесінің аты жөні. Дәл картада қалай жазылып тұр, тура солай жазуыңыз қажет. Және сіз осы бетті қазақшаға аудара аласыз. Ол үшін астында русский деген батырманы бассаңыз, қазақшаға қоя аласыз. Міне, бізде ақпараттардың барлығы қазақшаға аударылды. Ары қарай растау және жалғастыру батырмасын басып, өзіңіздің картаңызды сәтті түрде тіркедіңіз. Енді осы картамен төлем жасау батырмасын басасыз. Ары қарай оплатить батырмасын басып, картаңызбен төлем жасайсыз.